Достар, қайырлы күн баршаларыңызға. Рамазан айы құтты болсын баршамызға, және де ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге талқаннан жасалатын жентті дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Құрамына керек заттар: талқан керек болады, мейіз және де бал қажет болады, және де қолдың нағыз сары майы керек болады. Ең алдымен осылай құрамына керекті заттардың барлығын дайындап алатын боламыз. Жаңағыдай өте оңай қарапайым заттардан жасалатын, аз ғана заттарды қажет ететін жентті жасап көрсететін боламын. Менде осылай нағыз ауылдың қолдың сап-сары сары майын қолданған болатынмын. 3 ас қасықты толтырып ыдысымызға салып аламыз. Әркім әртүрлі жасайды. Біреулер маргаринді, біреулер әртүрлі басқа да сары майды қолданып жасайды. Бірақ нағыз қолдың сары майын қолдансаңыздар өте керемет болып шығады женттеріңіз. Және де талқанымызды салып алатын боламыз. Талқанның барлығын салып жібермейсіздер, аз-аздан салып отыратын боламыз. Яғни қазір қолмен араластырғанда өздеріңізге ыңғайлы болу үшін. Құрамына керекті заттардың барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Мендегі талқан бұл жерде күріштен жасалатын, яғни аусақ талқанын қолданған болатынмын. Негізі талқандардың түрлері көп. Бидайдан жасалатын, тарыдан жасалатын талқанның түрі көп. Қандай талқаннан жасасаңыздар да бола береді, себебі ешқандай да айырмашылығы жоқ. Мен өзім осы аусақтың талқанын жиі қолданамын. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Тағы да яғни майыңыз кішкене көбірек болса, осылай азырақ етіп тағы да талқанды үстінен салып жібересіздер. Содан соң барып тағы да жақсылап тұрып қолдың көмегімен мұжғылайтын боламыз. Яғни сары май және де талқанға жақсылап сіңу қажет. Міне бізде дайын болып қалды. Енді бізге жаңағы жентіміз дәмді болу үшін, дәм беру үшін осылай мен балды қосқан болатынмын. Балдың орнына біреулер жаңағы қойылатылған сүт, яғни сгущенканы қолданады, немесе қант ұнтағын қолданады. Мен осылай 3 шай қасықтай етіп балды қостым. 3 шай қасық бізге жеткілікті. Осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Яғни балымыз жақсылап сіңуі қажет. Осылай жақсылап тұрып мұжғылап аласыздар. Енді бұған өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңағыда мейізді қолдануға да болады, немесе кәдімгі күнжетті табадан қуырып алып, оны да қолдансаңыздар өте керемет болып шығады. Яғни өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша жасап көрсеңіздер болады. Осылай жақсылап тұрып тағы да араластырып алатын боласыздар. Яғни бір-біріне жабысатындай формада болуы қажет. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің формамыз осындай болып шықты. Яғни белгілі бір формаға, яғни сықпа тәрізді немесе құрт тәрізді етіп жасап көруге де болады. Мен өзім сықпа тәрізді, яғни қолымызбен жаңағыдай алақанымызға салып кішкене бетіп сығып жасаған болатынмын, және де құрт тәрізді етіп те жасадым. Немесе өздеріңіз әртүрлі үйде жаңағыдай қалыптар, формалар болатын болса, сондай бір ыдыстарымызға салып жаңада жасап көруге де болады. Негізінде осы сіздерге ораза айында жентті жасап көруге кеңес беремін, себебі яғни бұл тоқшылық сезімін беретін болады. Яғни таңғы сәресінде жасап жеп алатын болсаңыздар, кешке ауыз ашқанға дейін сіздер өте жаңағыдай қарындарыңыз тоқ жүретін болады. Және де талқанның пайдасы өте көп, өте құнарлы, пайдалы, қазақтың ұлтты тағамы десек те болады, себебі оның құрамында жаңағыда пайдалы элементтер кальций, магний немесе түрлі микроэлементтерге бай нағыз қажетті дәруменді тағам ретінде қолдануға болады. Дайын болған жаңағыдай женттерімізді мен холодильникке 2 сағатқа қойып қойған болатын. Міне біздің женттеріміз дайын болды. Енді ауызашарға немесе сәресінде дастарханға тарту ете берсеңіздер болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер.